Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Бір кісі өз үйін сатқысы келіпті. Мақсаты одан да жақсы әрі кең үйге қоныс аудару екен. Сол үшін жарнама агенттігінде жұмыс жасайтын досына барып, осы істе жәрдем көрсетуін өтінеді. Жан досының тілегін жерге тастамаған жолдасы, досының өзі жақсы білетін үлкен үйін жарнама үшін сипаттап жаза бастайды. Үйдің әдемі жерлерінің барлығын ескерусіз қалдырмай қағазға теріп шығады. Оның керемет шеберлікпен салынған әсем құрылысы толық сипатталады. Адам тынысын кеңетер кең ауласы, жанға жайлы бау-бақшасы және әдемі үлкен бассейні бар екені де айтылады. Үй тыныш аулада орналасқаны, мал ұстауға болатыны, тіпті көршілердің де жақсы адамдар екені тізбектеліп жазылады. Сосын сипаттаманы үйдің егесіне оқып береді. Оны аузын ашып, көзін жұмып тыңдаған досы одан жазбаны қайта оқып беруін өтінеді. Болған кезде, «Мынау керемет үй ғой», деді таңғалып. «Өмір бойы іздеп жүргенім осындай үй ғой. Осы уақытқа дейін арманымдағы үйде тұрып жатқанымды білмеген екенмін ғой», деді. Сосын досына «Жарнама бермей-ақ қой, үйімді сатқым келмей қалды», деп жүзі күлімдеп сала берді. Ілгерілер қалдырған бір хикметті сөз бар екен. Алланың саған берген нығметтерін бір-бірден санап, қағазға түсірсең, өзіңнің қалай ғана бұрынғыдан да бақытты болып шыға келгеніңді сезбей қаласың. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.